Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін біз Жапонияда демалыс. Бүгін дүйсенбі. Соны пайдаланып, біз қажаққа жануарлар бақшасына барамыз, хайуанаттар бақшасына барамыз. Нашатай піл көрем дейді. Нашатай? Біз сол жаққа барамыз. Негізі Жапондағы сондай зоопарктар ерекше жасалған. Мен енді Алматыдағы зоопаркты көрген болатынмын, Қазақстандағы. Ол жақтағы зоопаркте негізі жануарларды өте көп қоршауға алған сияқты да, еркіндіктері аздау сияқты. Бірақ қазір біз баратын жануарлар бақшасында ерекше хайуанаттар барынша еркін өмір сүріп жатыр да. Соны ерекше сіздерге көрсеткім келеді. Бізбен бірге болыңыздар, Нашатай? Я десе? Қазір Нашатай ана жерге барып ойнаймыз, бірінші жерде пілді көрейік. Ана жерде әдемі ғып жасап қойыпты. Каназава зу. Осы Канагава префектурасындағы ең үлкен зоопарк. Аудан енді айта алмаймын. Өте кең іші, қазір көреміз бірге. Біз 22-ші жылы келген болатынбыз. Ашық сияқты екен, билет алып отыр адамдар. Қазір ішіне билет алып кіреміз. Қалаға көрініс. Жеттік па, Нашатай? Жеттік, әрең жеген биік таудың басында екен да, сонымен ұзақ уақыт жүріп келу керек екен. Біз билет алып жатырмыз. Бір билет 500 теңге. 500 теңге. Балаларға алмайды екен, тек аян екеумізге ғана аламыз. Сосын ішіне кіреміз. Астай. Қарным кетті. Окей. Нашатай билет қандай болады дейді? Ай, пілмен бола. Нашатай билетті береміз. Мына кісілерге бере ғой. はい、どうもありがとう。こちら1日券になります。小学生の方から料金かかるので大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。ありがとうございます。арбасынан алса да болады екен. Вай, Нашатай қара. Вай, Нашатайдан қараш. Осы жерде жылады ғой. Малы. Ішін осылай әдемі қылып істеп қойыпты. Вай, Нашатайдан қара. Мынау деген ішінде бар жануарлар, Нашатайдан қарашы, мына ішінде мынандай жануарлар бар екен. Қара. Қазір мынандай жануарларды көреміз.
Енді көрейік деймін. Көп сөйлей бермей жүр дейді ғой. Вай, күшті. Жануарлардың иісі шықты. Адам көп екен бүгін демалыс болғанға. Шығысында әдейі отыратын жер бар шығар. Ар жақтарға жүрейік. Міне мына жерде бар екен. Алатын орын екен. Тап-таза адамдар арттарынан жинап кетеді. Кішкене жүрек жалғап алдық. Енді қазір жануарларды көруге барамыз. Жалпы осында іші кең. Балалар ойнайтын алаңы да бар. Жақыннан қарамаса тас деп ойлап қалады екенсің. Бер жағында тырналар. Осындай ана Жапондағы хайуанаттар, е? Осындай ашық жерде, кең жерде орналасқан. Ар жағында міне жираф та тұр. Адамдардан кем емес жағдайы. Адамдардың үйінен кем емес. Адамдардан жақсы десеңші. Жапондағы адамдардың үйінен кең, е? Дұрыс айтасыз. Дұрыс, е? Шын үйінде. Жануардың алдына, көрудің алдына мынандай тас қойып қойған ғой. Балалар мініп көрсін деп барлық жануардың алдында бар. Ана тілі ма не? Қойыңызшы. Не айналдырып тұр тілін? Неге? Зебра сияқты келе? Зебра болып. Ой, мынау құйрықтар зебра ұқсайды. Былай қарай берсең. Байғыз көздерін. Көздері әдемі. 91-ші жылы. Ойбай, бізден екен жасы. Кең, я, мына жерлері. Қазір жерлері кең. Мынау диырлар екен. Бөкендер ғой дейме. Жапонияда Нара деген жер бар. Арнайы осылай диырлар, бөкендер жүреді. Еркін туристер, өздері жапондықтар тамақтандырып, тамағын беріп жүреді. Нара деген ерекше парк бар. Жапонда жер, тарихи. Үлкен орналасқан жері. Бізде Қазақстанда Алматыда парк бар да. Енді ішінде де негізі біраз жануарлар бар. Бірақ деген ана жануарлардың тұрған жерлері тар, бір ана қамап қойып байқұстарды. Ана көздерінде жанар жоқ. Ондай. Осылай кішігірім парк деп істеп қойған. Жапон бойынша үлкен осы ма әлде? Бұдан да үлкендер бар. Бар болу керек, е? Сауыт киіп алған ұқсаған екен. Дәу. Үлкен екен піл, бірақ құлақтары кішкентай екен. Мен ойлағаннан. Көрдің ма, Нашатай қалай су жатқан? Көрдің ма? Вау. Ана қарайшы. Неге өйтіп жатыр?
Етмай. Путра жағып жатыр ма? Келесіне мен bakayım. Ama bir ne diyeyim? Мынандай көрініс ашылады екен қалаға. Мына видеода алыс сияқты көрініп тұр, бірақ негізі жақын сияқты. Мына Йокохама айналасындағы порт қой. Осындай. Негізі жарты саябақты аралап қойдық. Көп жерді түсіре алмадым, кішкене балалар мазасызданып. Ау. Не істейді екен? Күшік пе екен? Қазір енді ар жақ бетінде тағы да нелер бар. Кенгуру деген сияқты жануарлар. Қазір енді уақыт жетсе, сол жаққа барамыз. Себебі 4:30-да жабылады екен. Осындай әдемі көрініс ашылады мына жақта. Ана жоғарыдан бастап сырғанадық. Күшті екен, адреналин алдық қой. Қазір Аян мен Нашатай сырғанайды. Ана жақта Аян да тұр екен. Видно. Сырғанап келеді. Жаңа жүрек жалғап алдық. Жүрек жалғап алғанда кешкі асымызды ішіп алдық. Ет жеп алдық. KFC. Енді үйге жеміс алып, үйге қайтамыз. Балалар да шаршады. Мынандай дүкенге келдік. Бұйырса кейін осындай Жапонның супермаркеттеріне ішіне тур жасаймын. Соны күтіңіздер. Қазірден жерден жемістер алып. Брокколилар. Білмеймін. Үйге осындай жемістер нелер алып алдық. Ол кофе бола бере ма?